Жаңа қауіпті вирус адамдарды жаппай қырып жатыр. Ел үлкен қабырғамен қоршалып, жұқтырғандарды шығаруға рұқсат берілмейді. Вирус Шотландияға тез таралып жатыр. Бір аптада мыңдаған адамды құртады. Ел карантинге жабылып, шекаралар вирус таралмас үшін жабылады. Бірақ жұқтырған аймақтан қашып шығу үшін көп адам қабырғаға қарай ұмтылады. Кенеттен әскер халық арасынан ауру белгілері бар бір ер адамды байқап, оны атып тастайды. Жұқтырылған сұйықтық басқа адамдарға шашырайды. Ашу-ызаға булыққан босқындар әскерге шабуыл жасап, қорғанды бұзып өтпек болады. Жауап ретінде сарбаздар халықты атып тастайды. Үлкен шекара қақпасы жабылады. Енді 9 метрлік қабырға елді екіге бөледі. Кетрин мен оның кішкентай қызы да қашпақ болады. Бірақ оқ бейбақ қыздың көзіне тиеді. Анасы әскери тікұшақты көріп, сарбаздардан қызын құтқаруды өтінеді. Соңғы сарбаздар жұқтырылған аймақтан шегініп, адамдарды тағдырына тастап кетеді. Сол сәттен бастап қабырға бүкіл шекара бойымен созылып, Шотландияны әлемнен оқшаулап тастайды. Әскер қабырғаға жақындаған кез келген адамды атып тастайды. Бара-бара карантиндік аймақта қалған адамдар жабайы, тонаушы және каннибалдарға айналады. Елдің қабырғаның ар жағындағы бөлігі ұмытыла бастайды. Британия толық кедейшілікке батады. Өйткені басқа елдер Шотландиядан қауіптеніп, Британиядан теріс айналады. 27 жыл өтеді. Бала кезінде құтқарылған Иден Синклер арнайы жасақтың майоры болады. Кішкентай кезінде жоғалтқан көзін ол енді сыртқа шығып, деректерді білезікке беріп отыратын кіріктірілген камерасы бар протезбен ауыстырған. Иден құл саудагері Рихтердің кемесіне рейд жасайды. Синклер мен оның серігі Джон Мишельсон кемеге еніп, екіге бөлінеді. Осы уақытта Рихтер сатып алушылармен келісім жасап жатады. Бірақ кенеттен Мишельсон өзін әшкерелеп алады. Рихтер сатып алушыларды атып, Джонды тұтқынға алады. Иден электронды көзін дәлізге лақтырып, жағдайды бағамдайды. Содан кейін бұрыштан шығып, Рихтерге қаруын кезейді. Құл саудагері серігін ататынын айтып қорқытады. Бірақ Иден тоқтамай, алға жүре береді. Қаруын төмен түсірмейді. Кенеттен Рихтердің жоспары бұзылады. Бұдан кейін Синклерге қылмыскерді атуға ештеңе кедергі бола алмайды. Операция аяқталған соң Иден анасы 27 жыл бұрын қалдырған жазбаны қарайды. Оған капитан Билл Нельсон келіп, кеме бортында не болғанын сұрайды. Иден оған көзімен жазып алған бейнематериалды дискке салып береді. Мен бұған ешқашан үйрене алмайтын шығармын. Нельсон оның ескі жазбасына назар аударады, ал Иден анасын ұмытып қалғанына және жазбадағы мекен жайға ешқашан бара алмағанына өкінеді. Капитан Синклерге тым көп жұмыс істеу денсаулыққа зиян екенін айтып демалуға кеңес береді. Көп ұзамай қауіпсіздік қызметі есірткі ошағына рейд жүргізеді. Полицейлер кездейсоқ адам денесін қорқынышты жаралар басқан бөлмені табады. Бұл B-Pro вирусы. Құдай-ау, ол қайтып келді. Жоғарғы шенді шенеунік Майкл Канарис пен премьер-министр Джон Хатчер шұғыл кеңес өткізіп, вируспен күресу жоспарын ойластырады. Министрлер Лондон маңындағы каналдарды суға толтырып, көпірлерді жабуды ұсынып, қаланы оқшауламақ болады. Алайда капитан Нельсон егер вирус тарады деген сыбыс шықса да, бұл халық арасында үлкен дүрбелең тудыратынын ескертеді. Бұл дүрбелең қоғамдық тәртіпсіздік, тонау, қан төгу. Кеңестен кейін Хатчер мен Канарис Нельсонға барлау спутнигі түсірген суреттерді көрсетеді. Үкімет бірнеше жыл бойы Глазго мен Эдинбургтегі жағдайды бақылап отырған. Бірнеше жыл бойы қалаларда ешқандай тіршілік байқалмаған. Бірақ 3 жыл бұрын бәрі өзгерді. Глазго көшелерінде адамдар көріне бастады. Канарис егер тірі қалғандар бар болса, онда қабырғаның ар жағында вакцина жасалғанына сенімді. Билл Нельсонға ең үздік агенттерден құралған топ жинап, оларды жабық аймаққа жіберіп, вакцинаны тауып, мүмкіндігінше тезірек Лондонға қайтару тапсырмасы беріледі. Нельсон Синклерді шақырып, жол жөнекей оған тапсырманың мән жайын түсіндіреді. Көліктен түсерде Иден Нельсонға анасының жазбасын беріп, оны сақтап қоюын сұрайды. Майкл Канарис вирусы эпидемияға дейін доктор Маркус Кейннің зерттеу жүргізгенін, ал оның зертханасы Глазгоның жұқпалы аурулар ауруханасында орналасқанын айтады. Канарис тек кейін ғана вакцинаны жасап шығара алған деп есептейді. Және Иденге іздеуді сол зертханадан бастауға кеңес береді. Синклер мен оның тобына жасырын операцияны аяқтауға 48 сағат беріледі. Бұл уақытта Лондон тұрғындары қатаң карантин шараларына қатты наразы. Нельсон ескерткен тәртіпсіздіктер басталып кетті. Хатчер Канариспен кеңесіп, мәселені шешпек болады. Алайда Канарис карантин аймағынан ешкімді эвакуацияламау керек деп есептейді. Оның ойынша, неғұрлым көп адам құтқарылса, соғұрлым эпидемия қайта таралу қаупі артады. Көп ұзамай Синклер Шотландия шекарасындағы қабырғаға жетеді. Мұнда ол өз тобы, сержант Нортон, капралдар Чандлер мен Рид,
атқыштар Миллер мен Карпентермен кездесе. Майор Синклерге операция үшін дайындалған жабдық пен қарулар туралы айтады. Топ құрамында бұрын вирусын зерттеу орталығында жұмыс істеген екі әскери дәрігер, Талбот пен Стерлинг те бар. Әскер дәнекерленген қақпаны ашады. Арнайы жасақ екі брондалған көлікпен жабық аймаққа кіреді. Топ қабырғаның ар жағында не күтіп тұрғанын білмейді. Глазгоға бара жатқан жолда доктор Талбот доктор Кейннің радио арқылы жіберген хабарламаларын тыңдатады. Кейн аурухананы соңғы сәтке дейін ұстап тұрған. Хабарламаларда ол қаланың және оның тұрғындарының қорқынышты өзгерістерге ұшырағанын сипаттайды. Мақсатты орынға жеткен соң, топ иесіз қалған ауруханаға кіріп, Кейннің зертханасын іздей бастайды. Кенет Чандлер бронды көліктің алдында тірі қызды байқап, Синклерге хабарлайды. Майор оған жақындамауды бұйырады, себебі ол жұқтырған болуы мүмкін. Бірақ Чандлер тірі қалған адамға көмектесу керек деп есептейді. Капрал оған жақындағанда, әлсіреген қыз құлап, оның құшағына түседі. Дәрігер Талбот оны оқшаулап, тексеруді ұсынады, ал Чандлер қызды көлікке алып барады. Ақыры арнайы жасақ Кейннің зертханасын табады, бірақ кенеттен оларды жабайы, өте агрессивті адамдар тобы шабуылдайды. Қатты шайқас басталады, өкінішке қарай, Карпентер сол шайқаста қаза табады. Жабайлар бронды көліктерге Молотов коктейльдерін лақтыра бастайды. Чандлер мен Рид қауіптен қашып, артқы шығу арқылы кетуге тырысады. Кенеттен Чандлер көтеріп алған қыз есін жиып, оның тамағын тіліп жібереді. Бір көлік ғимаратқа соғылады, бірақ Чандлер гранатамен оны жарып жібереді. Жабайлар қалған топ мүшелеріне шабуылдауды жалғастырады. Синклер лифт арқылы ауруханадан кетуге шешім қабылдайды. Иден лифттің тросын атып түсіріп, шахтаға көбік гранатасын лақтырады. Бұл құлауды жұмсартады. Капрал Рид майор Синклерді, сержант Нортонды және екі дәрігерді бронды көлікке отырғызады. Бірақ мадмароттерлер, жабайлар тобы тоқтауға ниетті емес еді. Жабайлардың бірі Ридті арбалетпен атып түсіреді. Қыз көлікті басқара алмай, ол аударылып қалады. Қалған жасақ көліктен шығып, қарсылық көрсетеді. Бірақ оқ дәрілері таусылып, жабайлар жақындай түседі. Миллер тобырдың қолынан қаза табады. Нортон мен Стерлинг қашып құтылады, ал Иден мен жаралы дәрігер Талбот жабайлардың қолына түседі. Синклер есін жияды. Өзін жабайлардың көсемі, сөлатты есі ауысқан садистің тұтқынында көреді. Психопат Иденді ұрып соғып, кім екенін және қайдан келгенін айтуды талап етеді. Азапталған Синклер ол қабырғаның ар жағынан екенін мойындайды. Кейннің қабырғаның ар жағында ештеңе жоқ деген сөзіне сенуді қояды. Енді ол Иденнің арқасында бұл жерден тірі шығамыз деп үміттенеді. Сөл адамдарға Иденді тірі қалдыруды бұйырып, оны жіті бақылауды тапсырады. Сөлдің Вайпер Бипер деген лақап атпен танымал қызы Канарис берген Джипс маягын тартып алып, езіп тастайды. Осы кезде жабайлар той жасап жатады. Ән, би және түрлі шоулардан кейін сөл сахнада жалынды сөз сөйлейді. Оларға кейінде басқалар да не істеу керектігін айта алмайтынын айтып, бөтендерді ұстауға, қуыруға және жеуге әрқашан дайын екендерін жариялай. Бұл біздің қаламыз. Бұл ессіз кеш ерекше қонақасымен аяқталады. Сөл халыққа қағаз табақтарды лақтырады, ал Талботты аренаның ортасына әкеледі. Ол халықтың қуанышымен тірідей қуырылады. Вайпер дәрігердің денесін кесіп, жабайы каннибалдар оны жеп тастайды. Осы уақытта Иден қашу жоспарын ойластырады. Ол сынған Джепс құрылғысынан сым суырып алып, кісендерін ашып тастайды. Сәлден соң күзетші келіп, оған Талботтың қалдықтарынан бір бөлігін алып келеді. Синклер адам етінен дәм татып көргісі келгендей түр жасап, ішімдік сұрайды. Күзетші есікке жақындай бергенде, Иден оның мұрын мен құлақ арасын жалғап тұрған шынжырдан ұстап, өзін босатуға мәжбүрлейді. Синклер камерадан шығып, күзетшілердің өз қаруымен оларды өлтіреді. Көрші камерада отырған Келли есімді қыз көмек сұрайды. Иден бастапқыда күмәнданады, бірақ Келли өзінің Кейннің қызы екенін айтады. Қыз Иден оны босатса, Кейнді табуға көмектесуге уәде береді. Кенеттен Иденге екі қылышпен қаруланған Вайпер шабуыл жасайды. Синклер шабуылды шеберлікпен айналып өтеді. Жекпе-жек кезінде Иден Вайпердің бір қылышын жұлып алып, олар тең дәрежеде шайқаса бастайды. Кенет Келли Вайперді шашынан тартып ұстап алады. Иден осы сәтті пайдаланып, Вайпердің қолын және басын шауып тастайды. Түрмеден қашып шыққан соң, Иден Нортон мен Стерлингпен байланысып, вокзалда кездесуге уағдаласады. Көп ұзамай Сөл Иденнің қашып кеткенін біліп, оны табуға адамдарын жібереді. Нортон мен Стерлинг жасырынған жерінен шығады, бірақ оларды мотоциклдер мен автобуспен келе жатқан жабайлар байқап, артынан қуа жөнеледі. Нортон мен Стерлинг вокзалға асығады, ал бұл кезде Иден, Келли және Келлидің досы Джошуа оларды күтіп отырады. Жабайлар жақындап қалғандықтан, Джошуа пойызды ерте жүргізіп жібереді.
Стерлинг пен Нортонды күтпестен қаладан кетіп қалмақ болады. Пойыз қозғалып кетеді, ал қалған екеуі артынан жүгіріп, жабайылардың шабуылынан жалтарады. Нортон вагонға секіріп үлгереді. Синклер Стерлингке көмектесуге шешім қабылдайды. Ол пойыздан түсіп, бір мотоциклшіні балтамен ұрып түсіреді. Соңғы сәтте Синклер мен Стерлинг пойызға қайта секіріп мініп үлгереді. Біраз уақыттан кейін Келли Иденге киінді табуға көмектесе алатынын, бірақ оған апара алмайтынын айтады. Қыз әкесінің өзін өлтіреді деп сенімді. Сөл бұрын кейінге сатқындық жасаған, енді кейін ешкімге сенбейді. Ол Иден мен оның тобын да жоюға тырысады, өйткені олар қабырғаның ар жағынан келген. Егер оның адамдары мұны білсе, Кейннің өтірікші екенін түсінеді. Сондай-ақ Келли есінен адасқан каннибал Сөл Кейннің ұлы әрі оның ағасы екенін мойындайды. Бұл нағыз ессіз әулет екен. Топ пойыздан түсіп, ұзақ жол жүріп, тастанды әскери базаға жетеді. Келли мен Джошуа бұл орманның арғы бетінен Кейннің иелігіне кіруге болатынын түсіндіреді. Қалың орманға кіргенде, Келли мен Джошуа бұталардың сылдыры мен дыбыстарын естіп, бұл Кейннің оң қолы Лемон есімді жазалаушының келе жатқанын біледі. Олар Стерлингпен бірге қашуға тырысады, ал Синклер мен Нортон бір орында қалуға шешім қабылдайды. Кейннің адамдары орманда пайда болады, олар ортағасырлық жауынгерлер сияқты сауыт, садақ және найзамен қаруланған. Келли, Джошуа және Стерлинг қашып құтыла алмайды. Джошуаны садақпен атып түсіреді, ал қалған екеуі тұтқынға түседі. Иден мен оның серіктері Кейннің ежелгі қамалына жеткізіледі. Кейн өзін Шотландияның патшасы деп жариялап, иелігінде ортағасырлық мәдениетті қайта жандандырған. Кейн қалалар үнемі бақылауда болатынын білгендіктен, көзден таса осы жерді таңдағанын түсіндіреді. Ол бір күні қабырғаның ар жағынан адамдар келіп, олардың қалай аман қалғанын білгісі келетінін де болжаған. Алайда кейін олардың үмітін үзеді, вакцина жоқ. Олар табиғи іріктелудің арқасында ғана аман қалған. Иден Кейнге ДФ вирусының қайта оралғанын айтады. Бірақ кейін үкіметтің өзінен көмек сұрауға батылы жеткеніне ашуланады. Олар осы отта бастады. Енді сол отта өздері күйсін. Осы уақытта Лондонда мыңдаған адам қорқынышты вирустан көз жұмуда. Жоқтырған бір адам үкімет ғимаратына кіріп, күзетшіні балтамен өлтіреді. Ол күзет жүйелерінен кесілген қолы мен басын пайдаланып өтеді. Бұл адам премьер-министр Хатчердің кеңсесіне дейін жетеді. Бірақ Нельсон оны атып өлтіреді. Алайда жұқпалы сұйықтық Хатчердің бетіне шашырайды. Ал Канарис оны кабинетте оқшаулауға бұйрық береді. Премьер-министр басына оқ атып, өзіне өзі қол жұмсайды. Кейін өз патшалығынан айырылғысы келмейді. Сондықтан қабырғаның ар жағынан келгендерді өлім жазасына кесуді жоспарлайды. Ол қызын да қатты жазалап, денесіне қыздырылған темірмен таңба басады. Иденге кейін арнайы сынақ дайындайды. Ол Лемон атты ауыр қаруланған жауынгермен жалаң қолмен шайқасуы керек. Аренада халық жиналып, бұл жантүршігерлік көріністі тамашалауға асығады. Синклер алып найзамен қаруланған жауынгердің шабуылынан сытылып шығып, тіпті оған қарсы соққы да қайтарады. Иден күзетшілердің бірінен қару тартып алып, Лемонға шабуыл жасайды. Кейін оны қуатты балта соққысымен шлемінен шаншып өтеді. Сол уақытта Нортон, Стерлинг және Келли күзетшілерге шабуыл жасап, оларды өз торына қамап, тұтқыннан қашып шығады. Кейін Тиллеманстың күтпеген жеңілісіне қатты ашуланып, тұтқындарды бірден өлтіруге бұйрық береді. Алайда Нортон, Стерлинг және Келли біраз уақыт ұтып, қашып құтылуға мүмкіндік алады. Олар қолға түскен қаруларды пайдаланып, Кейннің адамдарын жойып, қамалдан шығып кетеді. Кейін садақшыларға Иденді өлтіруге бұйрық береді. Бірақ дәл сол сәтте Нортон жауынгерді атып өлтіріп, Иденді құтқарып қалады. Тұтқындар Кейннің жерінен атпен шығып кетеді. Ал арттарынан рысарлар қуады. Құпия әскери базаға жеткен соң, олар пайдалы нәрсе табуға тырысады. Кенеттен жаңа Бентли көлігін табады. Стерлинг көлікті жанармаймен толтырып жатқанда, Иден телефон тауып алады. Нортон рысарлардың соңдарынан ермеуі үшін қақпаны жауып қалуға қалып қояды. Алайда жауынгерлер оны садақпен атып өлтіреді. Нортон аман қалмайды. Иден, Стерлинг және Келли қуғыннан сытылып шығып, базадан шығып, тас жолға шығады. Синклер Нельсонға қоңырау шалып, миссияның сәтті аяқталғанын хабарлайды. Нельсон телефонды Канариске береді. Ал Иден олардың орналасқан жерін телефон сигналы арқылы бақылауды ұсынады. Кенет жабайылар полиция көлігімен соңдарынан қуалай бастайды. Иден көліктен жалтара бастайды. Бірақ кенет жолда бір мотоцикл пайда болып, Бентлимен соқтығысып, алдыңғы терезесін сындырады. Синклер көлікті бұрып, полиция көлігінің дөңгелектеріне оқ атады. Ол жардан құлап, апатқа ұшырайды. Алайда көп ұзамай сөл бастаған тағы бір топ мародер жолда пайда болады. Иден еш ойланбастан кері бұрылып, оларды толық жылдамдықпен соғып өтпек болады. Жабайылар қақтығыспау үшін көліктен жалтара бастайды. Иден көлікті қайта кері бұрып,
шекараға қарай бет алады. Алайда жабайылар арттарынан қалмай қуып, Бентлиге жетіп алады. Сөл көлікке секіріп мінеді. Синклер мен Стерлинг есінен адасқан сөлмен шайқасып, көлікті басқаруды жалғастыруға тырысады. Сөл иденнің тапаншасын тартып алып, оны атып өлтірмек болады. Бірақ қателесіп, мотоцикл мінген бір серігін атып тастайды. Көптеген каннибалдардың көліктері соқтығысып, жарылып кетеді. Синклер мен Стерлинг сөлді көліктен итеріп шығарып тастайды. Бірақ ол төбесіне өрмелеп шығып, иденді тұншықтырмақ болады. Кенет жолды жабайылардың автобусы кесіп өтеді. Сонда олар Бентлиге бірнеше өткір қанжарлар атып жібереді. Бірақ иден тоқтауға ниетті емес. Ол автобусты толық жылдамдықпен соғып өтіп, сөлдің басын жұлып алады. Бентли қуғыншылардан сытылып шығып, шекараға қарай жақындайды. Сол маңға әскери тікұшақпен Канарис келеді. Иден оларға Келлиді тапсырады, және қыздың вирусқа иммунитеті бар екенін, оның жасушаларын вакцина жасауға қолдануға болатынын түсіндіреді. Алайда Канарис вакцинаны бірден пайдаланбақ емес. Ол пандемия бүкіл әлемді шарпығанша күтіп, сосын бүкіл планетаға билік жүргізгісі келеді. Иден Келли мен Стерлингпен бірге ұшудан бас тартып, Глазгода қалуды жөн көреді. Ол бала кезіндегі үйіне барып, ескі суреттерді қарап, көз жасын тыя алмайды. Жазбада көрсетілген мекен жайға Нельсон да жетеді. Ол басқа тікұшақпен келген. Иден оған Канариспен әңгімесі жазылған дискіні табыстайды. Оның сенімі, бұл жазба Канаристі әділ сотқа тартуға жеткілікті дәлел болады. Нельсон кетіп қалады, ал Синклер жабайыларға қарай бет алады. Ол оларға сөлдің басын көрсетіп, каннибалдар оны жаңа көсем ретінде қарсы алады. Сіз қалай ойлайсыз, иден расменде жабайы каннибал тобының көсемі бола ма? Әлде зонадан тыс өміріне қайта орала ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеоларға дейін сау болыңыздар.